Sen nема өткенде балдар қабырласыз ма? Ha? Ya. Sen қазір тойдан кейін батыржандармен клубқа баратын шығарсың да? Ya. Ай, сен ана әйеліңмен қайтадан татулас, жарай ма? Ha? Ya. Өткенде ана ауылды шывап қырыпсың ғой. Ондайды қой, жарай ма? Ya. Анау саған айтайын дегенім, вообще баян нөмірде жүрсің ғой да? Қазір тойдан кейін екеуміз барып қайтайық, өткенде ұят болады ана ағаларым, жарай ма? Ya. Мынау бір ақ көңіл жігіт екен, я? Не болса да я деді. Жасы 100-ге келсінші осы баланың алды. Бишілерім билеп кетті, бірін сурет кетті, мына тойым не болып кетті. Батыр жанның еңбегі бар, сабыр жанға қол соғыңдар. Кешірім сұрайдыңыздар, көмпедетін әдетін бәкші. Сен атың кім, қарақаз? Аява. Айба, серьезный ғой мұна құдай? Нешедесің? Төртем. Өскенде кім боласың? Білмей. Егер біліп жатсаң, маған хабарлас. Жарай ма? Жарай ма? Жарай. Рахмет. Сәке. Осындай шапалаққа қалай жеттіңіз? Гаражеге ма? Осындай шапалаққа қалай жеттіңіз? Шешем арқасында. Мә, өзің басқар, брат. Осындай шапалаққа деймін, қайдағы дәреже? Осындай қошеметке қалай жеттіңіз? Сен арқылы таныдым. Бұндай шапалаққа ағайын туыс, достардың, құдалардың, барша қонақтардың шынайы ықыласының арқасында жеттіңіз. Солай ма? Украина, жаңағы Германия, бүкіл. Қазір неге екенін айтайын ба? Бұрын 2 жыл болды. Бұлын армияға кетіп бара жатқан еркекті бүкіл ауыл шығарып салатын. Гитарамен от жағып біздің әкелеріміз солай кеткен деп айтады енді өздері. Мен өзім көрмегем ғой. Ол кезде болған жоқпын мен вообще. Өзі планда да болмаған мен. Мен үйдің последний патронымын ғой негізі. Әкемнен сұраймын, әкем аппақ, шешем аппақ, бауырларым аппақ, мен неге қап-қарамын осы деп. Әкемнен сұрасам, бар шешеңнен сұра дейді, шешемнен сұрасам, онда тұрған ештеңе жоқ, саған 9 айлығымда УЗИ-ге түскен, УЗИ күйіп кетті, сен де күйіп кеттің дейді ма? Ой, тез жүрші. Аяқ балоқтаға түсіп кеткен сияқты. Залда жүрегі алсыздар болса шығып кетуін сұраймыз. Теперь бомба. Айқайшу, аспа, аспа, аспа. Скорый. Куда я попал? Әжені көрейік. Маэстро! Қазақ айтады, айғырдың бойына қарам, пысқырғанына қарайды, оған қара қалай біледі. Атам бүгін ұйықтамайды. Жаңа күшті өлең айтқан ағам қайда? Аға сізге вообще анау, так я. Другой поставь.
нету подаркын айтып отырсыз ба, другой нет. Вообще недовольный. Өмір недовольный обычно. Негізі Батыржан таңдаған ғой мені. Иә, Батыржан? Батыржан, сен таңдадың ғой да мені? Сен басың подчинник істейме ғой, иә, бұлай қозғалса кішкене. Сен бір таңдаған мамама. Сен. Батыржан таңдаған. Осыдан, Құдеке, өтірік айтпасам, 5 ай бұрын, иә? 4 ай бұрын ба? 4 ай бұрын айтты, оразаның алдында болатын. Звондап айтты, Сабыржан, сен көріп жүрім, мама да ютубтан көріп отыр, айтты, түрің онша болмаса да тойды жақсы басқарады екенсің деп жаңа звондап не істеген ғой. Сол Аллаға шүкір, енді бүгінгі тойымыз өте абыроймен өтті деп ойлаймын. Ол менің арқам емес, тағы да айтып кетейін, қадірлі ағайын. Мен ақшаға келген адаммын. Сіздер көңілге қарап келген адамсыздар. Ол шындық ол. Сондықтан ол тек тамадаға байланысты емес, кез келген жерде міне осылай қанша халық басында отырды, міне 12-ден асты әлі отырсыздар. Құрметті ағайындар, ертең понедельник қайтпайсыздар ма? Болды ғой. Маған ризасыздар ма? Ризамыз. Мен енді мынау Алладан алған аманатым ғой, сұрап атқаным ғой. Ризасыз ба? Ризамын. Ризасыз ба? Ризамыз. Ризасыз ба? Ризам. Ата, ризасыздар ма? Қатты ризамын. Риза болсаңдар расчетін беріңдерші, қайтайшы, мен болды.